Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Нұргүл. Сіздермен бүгін біз осындай капкейк, сливочный капкейк пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Дәмі өте әдемі болады. Бір жасағаннан шығатын капкейктерімізді бастайық. Ол үшін ең алдымен таза және құрғақ ыдысымызды алып, сармаймызды саламыз. Барлық ингредиенттер описание бөлімінде жазылып тұр. Қай заттан қанша граммнан қосқанымды сол жақтан описание бөлімінен қарасаңыздар болады. Сармаймызды салып алып, үстіне құмшекерімізді саламыз. Үстіне жұмыртқамызды салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Барлығын миксерлеп болған соң барып, үстіне ұнымызды електен өткізіп аламыз. Ұнымыздың үстіне разрыхитель салып, ұнымызбен бірге араластырып аламыз. Содан соң барып, үстіне кукурузный крахмал саламыз. Кукурузный крахмал міндетті түрде салыну тиіс. Оның үстіне сүтімізді құйып, барлығын бірге жақсылап миксерлеп аламыз. Бір келікі тестамыз, бір келікі масса болғанша барлығын миксерлеп аламыз. Дайын болған тестамызды осындай капсулаларға, әр капсулаға 30 граммнан салып шығамыз. Сол кезде бір келікі бірдей болып пісіп шығады. Барлық тестамыз таусылғанша осылай капсулаларға салып, 180 градуста пешке пісіріп аламыз. Капкейкіміз осылай әдемі болып пісіп шығу керек. Капкейкіміз суытып, үстіне крем жағатын боламыз. Ол үшін таза ыдыс алып, үстіне кремчиз салып аламыз. Кремчизімізді салып болған соң барып, үстіне құмшекерімізді салып, екеуін жақсылап миксерлеп аламыз. Содан соң барып, үстіне сливкемізді құямыз. Сливкемізді құйып болған соң барып, барлығын қайтадан жақсылап, креміміз қою болғанша миксерлейміз. Креміміз дайын болып қалды. Кремімізді капкейкке жағатын боламыз. Барлық капкейктің бетіне осылай кремдерімізді жағып, үстін өз қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Мен барлығына осылай клубника қойып шықтым. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Жасап көріңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.